Абай Құнанбайұлының 175 жылы. Абай Құнанбайұлы 1845 жылы бүгінгі Шығыс Қазақстан облысының Шыңғыс тауы баурайында дүниеге туылған. Және де Абай Құнанбаев 1904 жылы дүниеден озған. Абай қазақтың әдебиетінде қайталанбас ұлы ойшы, философ, ақын. Абай өз балалық кезін әжесі мен анасының жанында өткізген. Абай санасына қатысты бар шуақты қасиеттер мен ақындыққа деген ұмтылыс сезімі әжесі мен анасының әсерінен сіңген. Абай ауылдық молдадан білім алып, сауат ашып, кейіннен Семейге сауатты дамыту мақсатпен аттанады. Абай ақын медресе оқуында жүрген уақытында шығыс поэзиясына қызықтанып, шығыстың ақындары секілді өлеңдер жазуға талпынады. 80-ші жылдар орталығында Абай ақындық жолына бағыт бұрады. Абай өлең және шығармаларын үзіліссіз жазуға тырысты. Дегенмен сонау кездердегі халықтың ішіндегі тартыстар ақындық өнермен айналысуды қиындататын. Абай ақындыққа бағыт бұрғанда өлеңдерін білім, өнер және мәдениетке бағыттады. Абай 1885 жылда жасымда ғылым бар деп ескермедім деп атаған тұңғыш шығармасын жазды. Осы өлеңі тұңғыш Абайдың шығармасы болып, Абайдың ақындық жолдағы ізденісін танытты. Мен Абай атамыздың 175 жылдығына арнап сіздерге өлеңін жаттап берейін. Әсемпаз болма әрнеге, Абай Құнанбаев. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан, сенде бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта бар қалан. Қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға, әділет шапқат кімде бар, сол жарасар туғанға. Бастапқы екеу соңғысыз, біте қалса қазаққа, алдың жалын артың мұз, барар едің қай жаққа. Пайданы көштен бас ұрып, мақтанды іздеп қайғалма, мініңді ұрлап жасырып, майданға түспей бәйгі алма. Өзіңде бармен көзге ұрып, артылам деме өзгеден, күндестігін қоздырып, азапқа қалма езбеден. Ақырын жүріп анық бас, еңбегің кетпес далаға, ұстаздық қылған жалықпас, үйретуден балаға.